Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін төркіндегі екінші күнім. Мына менің кешегі әкелген тортым азанғылық. Әке шешемен бірге отырып, бауырлармен бірге шай іштік. Одан қалды тез іш кітабымнан бастап шығарып, жинап кірістім. Терезенің алдын барлығын жинап, тастайтындарын тастап, ретке келтіріп, барлығын жинастырып, одан арасында билеп қоя салған. Одан паластарын шығаруға кірістім. Мама далада қағып әкелді. Мен тез шығарып бердім. Одан қалды тез полын жуып алайын деп астына кіріп тұрып кроваттың жудым ғой. Дарын болса жағаласып жүр. Мына аяғымнан бір шығады, мына аяғымнан бір шығады. Суымды бүлдірейін деп жүр. Негізі төркінге келген себебім анама көмектесейін деп 2-3 бөлмесіне активге келген болатын тұғымын. Қалған 2 үлкен әпкем, олар Алматыда тұрады. Неке полын жуып болдым. Енді кезекте зал. Осы бөлмені активтейтін боламын. Ал маған Алла күш қуат берсін. Так, біз насыйлар жүретін орны. Не қуатысыңдар? Күнде балаға қарандашы. Бош сосын тазалайсыңдар. Сосын тазалайсыңдар, бош. Ауылым алтын бесігім. Күндеш бойы? Сол. Ең алдымен залдың перделерін алып тастадым, жууға барлығын біртіндеп шығардым. Одан кейін артық заттардың барлығын, бесік, коробка дегеннің барлығын босатып, общий залды босатып, тазалап алдым. Одан кейін паутинкілерін алып алдым сыпырғышпен. Біраздан бері бұл бөлмеге от жағылмайды, мұздайтам. Сондықтан паутинка өстіп киімімді, халатымды ауыстырып алдым. Арасында билеп қоймай. Амина музыка естісе арқасы қосып кетеді. Мына менің өмірге әкелген анам. Ұқсаймыз ба? Балалық шақты еске алып, далаға шығып, осылай кашиляға казинып алдым. Онандай қып кім істеді былай бүйтіп оранатын еқо, сөйтіп сосын жіберіп қаламыз, қайтадан орнымызға келеміз. Балалық шақтарыңызды көрсеңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Мына менің әкемнің кеше сойған малы далаға жайып қойыпты мамалар. Біздің жаздық асхана, біз отындарды құшақ толтырып бұтақ қуатын едік қой. Содан үйге кіріп, папа тез залдың түскен жерлерін ысылап берді. Сыйлар ықтап тұрға күнде. Адамның жаны бар деп. Алтын есігі, мана біздің мектеп, екі этажда. Адан үй жағы. Папасының үй ғой. Амандасуға келіп жатырмын. Мынау менің атамның үй жағы, папамның папасының үй жағы. Амандасуға келіп кеттім, сәлем салып. Үйде әжелер өздері бар екен. Одан келіп тез залымды активге кірістім. Мама әкті жібітіп дайындап қойған екен. Уақытты ұттырмай өзім 2 күнге келгем. Тез активін деп кірістім активге. Ауылды жерде тұрған рахат қоя, сүт, май, айран дегенде дым проблема болмайды ғой. Өзіме ауылды жерде тұрған ұнайды, құрт, проблема болмайды. Сосын негізі ағарғанда малда береке бар деп бекер айтпаған ғой. Ағарғанды сатып, ақша қылсаң да, ол да бір бизнес, оны істейтін адам істейді. Менің мамам осы 1-2 жылдың көлемі болды, енді сатып сонда кірісіп жүр. Оның алдында талай айтатын, мама сатсай, сүттің ақшасын пайда қыл, өзің еңбегің ғой деп. Негізі сүт пісіріп, оны қайнатып, оны үйітіп, айранға пісіп, оны ірітіп, оны құрт қылу, ол кәдімгі бір үлкен еңбекті, шыдамдылықты талап ететін жұмыс. Кәдімгі бір ол еңбек, оны біле берген адамға. Солай өзіміз болғанда талай көмектестік мамамызға. Енді қазір 2 ұл болғаннан кейін олар онша істей қоймайды. Тез осылай шуылдатып пачағын шығарып салды.
әктеп бітірген жайым бар. Одан жалағаштан сіңілім келген екен, сол жеңшенің үйіне барып, ағаның үйіне барып тамақ жеп қайтайық деп шақырды. Келіп өздері кеп машинасымен алып кетіп, үйден обед ішіп алған. Ол үйге барып тағы да манты жеп алды ғой. Қыздары кәдімгідей өсіп қалған. Шешелеріне ертең мен де қыздарым осындай болатын шығар деп қоямын. Бұл үйде мантыны жеп алып таңқиып тойып алдық, ұялмаймыз ғой. Ететке сорпа бітке деп тамақ менің оқыған мектебім Нор мектеп. Бірақ жыл 4 жастығына оқыдық. Бұнда бірақ жыл оқыдым. 9 класты ғана оқыдым. Осылай үйге қарай қайтып баратын мектептің ішімен өтіп, прямой жолмен өтіп кетейін дегенмін ғой. Осы менің өскен жерім. Одан үйге келіп қайтадан потолок жуып жалғастырдым. Мына столға мініп жуайын десем, ол мені көтермейді екен. Сонымен қойын столын сындырып аламын деп, осылай жуа берейін деп тез осылай жууға кірістім. Полын жуып дайындап бердім. Мама паластарын қағып кіргізіп, жайда мына жер тағы да бір әктейтін болдым. Келесі кезекте кухняны шығарып жатырмын. Тазалап алды жеріне тұрсам. болды. Енді жуып алу керек.
мінекей кухняда тазалап актеп полын жуып паласын қағып әкеліп жайдық. Енді мен папам мына жақта кеше мал сойғаннан кезде ішмайы мен бауырдан бір күшті тамақ істейді. Ішмайды тұздайды, бұрыштайды. Сөйтіп істеді. Мама тамақ істеп жатыр, мен оған дейін екінші ортаны әктеуге кірістім. Барлығын шығарып тастадым. Енді осы бөлмені әктесем, сонымен болды. Алла маған күш қуат берсін деп қоямын. Сағат түнгі 8 ба 7 ма соның шамасы. Тез бұл жақта пашақ-пашағын шығарып әктеп тастадым. Өзім мамамның денсаулығы жарамайды, әктеуге аяғы ауырады. Артретр атрозопеген, сондықтан жақын жерде мен күйеуге шыққаннан кейін мені шақырып алды көмектесуге. Өстіп келіп анама көмектесіп кеткен жайым бар. Мына жақта атасына жағалашып жүр ғой. Папа кешкі тамаққа осындай бауырдан ішмайының арасына орап бір тәтті тамақ істеп берді. Енді аузы деген дәмі аузына кетпейді ғой. Жындығып чеснокты жуаны әбден бұрыштап сөйтіп істейді екен. Әселпешке пісіріп алды. Ендігі кезекте залдың пердесін тағуға көштім. Оны тақтым, екі жағынан тақтым. Бірінші сыртын тағып алдым, потом ішін тағатын боламын. Перденің тақ болды. Менді ужинді ішіп алып, Маржан атасына еркелеп, мені баршаларыңызға қайырлы түн, ұйқыларыңыз тыныш болсын. Мені қолдап пікір қалдырып,